Сәлем достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін үй жағдайында донер жасаймын. Видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Мен ең алдымен осылай картошка фриден бастаймын. Картошка фриді осылай өзім қолдан қуырып дайындадым. Картошканы осылай соломка қылып турап алдым. Барлық заттарымды соломка, лаваш, донердің заттарын бәрін соломка қылып турадым. Осылайынан картошканы соломка қылып турап, жақсылап суға жуып алдым. Бір рет қана емес, 2 рет, 3 рет жусаңыздар жақсы болады, крахмалын кетіріп. Осылай үстіне тұзбен ғана араластырдым. Сіздер қара, қызыл бұрыш, паприка араластырсаңыздар жақсы болады. Осылай құрғақ матаға мен осылай картошка фрилерінің бәрін жайып қойдым. Кепсін деп, сосын осында қызып тұрған майға қуырып алдым. Көп уақыт кеткен жоқ, 5 минут, 6 минут шамалы жақсылап қытырлақ қылып қуырып алсаңыздар болады. Кәдімгі картошка фри ретінде де, осылай донерлерге де қолдансаңыздар жақсы болады. Келесі бізде мен етті де осылай қуырдым. Үстіне қара бұрыш, тұз, қызыл бұрыш салып, осылай жақсылап қуырып алдым. Осы заттарын картошка фри және етті дайындап қойғаннан кейін осылай мен соус дайындадым. Соусқа кәдімгі кетчуп, майонез, три желания қолдандым. Осылай соусты екеуін араластырып, үстіне өзім қалағанша чеснок, сарымсақ яғни осыны араластырдым. Чеснокты өте көптеу қылдым, өзіме осылай ұнайды. Ерекше иісі де, дәмі де әдемі болады. Сосын үстіне укроп салдым. Міне осылай менің соусым дайын болды. Қалған чесноктарды сала салдым. Соусты осылай дайындап қойдым. Енді келесі бізде кәдімгі помидор, огурцы, сырларды жақсылап турап дайындап қоямыз. Осылай огурцылардың бәрін соломка қылып турап шықтым. Помидорларды да соломка қылып турадым. Турап дайындап алдым. Келесіздер, лавашқа осылай дайын тұру керек. Міне осылай келесі бізде сырларымды да осында домик деревня деген сыр, копченый сыр қолдандым. Осылай турап, келесі бізде лавашымызды ашып дайындап, осылай бірінші соусымды керек тураған заттардың бәрін осылай жақсылап қойып шықтым. Арасында соустарыңызды жағып тұрсаңыздар жақсы болады. Және де мен бұл жерде осы лаваш қамырынан біреу ғана емес, 2 лаваш қолдандым. Бір донерге 2 лаваш қамыр қолдандым. Себебі көбінесе жыртылып кетеді. Тостерге қойған кезде ағып кететін жағдайлар болады. Сол үшін 2 лаваш қамыр қолдандым. Еш нәрсе қылмайды, қалың болмайды. Осылай жақсы деп ойлаймын. Осылай үстіне тағы соустарымды салдым. Үстіне фриімді салдым ең соңында. Осылай салып, керекті тураған заттарымыздың бәрін салып, үстін жақсылап тегістеп шығып ораймыз. Бұл жерде менде бірінші қамырға орап жатырмын. Бірінші лаваш қамырына, бұның сыртынан тағы да бір лаваш қамырға орадым. Мен екіншісіне орап жатырмын. Осылай жақсылап орап аласыздар. Менде тостер ыдысы бар болды. Мен соны қолдандым. Егер бұндай зат сіздерде болмаған жағдайда кәдімгі табаға, қызып тұрған табаға кішкене ғана майлап, екі шетін қуырып алсаңыздар болады, қытырлақ болады, ешқандай разница болмайды. Міне, осылайынан мына жерде видео болғаннан кейін дауысы түспеді. Әйтпесе әдемірек қытырлақ, сочный болды, іші сочный, сырты қытырлақ әдем болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өзімізге ұнайды. Осылай.